Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпараттарды барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армы-қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Бөлек шығамыз. Гүлзира Айдарбекова келіндері туралы айтты. Бөлек шығамыз. Гүлзира Айдарбекова келіндері туралы айтуда. Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова бала келіндерінен бөлек тұрғысы келетіндігін айтты деп хабарлайды өзгеріс.инфо. Өнер иесі жолдасы Нұртас Айдарбековпенен екі қалада тұрып жатқандығын көрсетті. 2-3 жылдан кейін Нүрекең екеуміз балалардан бөлек шығамыз. Екі қаланың ортасында жүрміз. Келіндерім Әйгерім менен Индираның әбден шайын ішіп алайын. Оларда бөлек шығамыз деп айтпайды. Қазір Нүрекең екеуміз шаруаларымызды бітіре алмай жүрміз. Сосын бөлек тұрғымыз келеді дейді продюсер. Өзіме уақыт бөлгім келеді. Қайрат Нұртастың анасы продюсерлігін тоқтататындығын айтты. Әлеуметтік желіден продюсер Гүлзира Айдарбекова Ревиньюске берген сұхбатында енді шығармашылықтағы жауапкершілікті ұлының өзіне тапсыратындығын жеткізді деп хабарлайды алаш.кз. Осы уақытқа дейін жүгіріп келдім. Енді аттың тізгінін өз қолыма беретін кез кетілді. Жас емес, ары қарай өзі алып кетеді. Өзінен кейін шәкірт тәрбиелесе де өзі біледі. Осыларды қайтсем өсіремін, қайтсем дамытамын деп қанша жыл жүгірдім. Уақытымды тек отбасыма арнадым. Енді өзіме уақыт бөлгім келеді дейді ол. Айдарбекованың айтуынша, ұзақ жылдар бойы бар күшін отбасына арнағандықтан енді жеке өміріне көңіл бөлуге ниетті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.